Айжан Исақов кәсіби пауэрлифтингтен 12 дүркін әлем чемпионы, 2 дүркін абсолюттік чемпион, 72 жастағы ақсақал, рекордтар кітабына енген жалғыз қазақстандық ардагер спортшы болып табылады. Қария жуырда тағы да Екатеринбург қаласында өткен алтын жолбарыс халықаралық жарыстан олжамен оралды. Біздің осы Қазақстаннан жалғыз бардым. 2 жыл осы жалғыз барып жүрмін. Былтыр барғанымда сол ана рекорд книга дейміз ғой, книга рекордтарға қойылғанда біздің Қазақстан жалғыз мен екем қойған рекорд. Қазақстан, Исақов Айтжан Қазақстаннан деп жазылған, сол жаңағы регистрация жасайды екен ғой сонда. Биыл енді барғанда кішкене енді оны айта берудің қажеті жоқ. 2 күміс медаль алдым, 3 алтын медаль алдым. Жеке-жеке көтергенде, мысалы, бірінші орын общий суммасынан алдым. Арқаға салып көтеру, жерден тарту, осының общий санағанда салмағынан алдым. Енді қариялар арасында келгенде, қариялардың 4 категория бөлгенде, өзі 28 адам жиналдық, соның орталығынан күміс медаль алдым. Енді оның ішінде 65-тегі жастағысы бар, 55 жастағысы бар, 40-тағысы бар, 44-тегілері бар, осылардың арасында мен енді сол күміс медаль алдым. Ақсақал осы спорт саласында 10 жылдан бері келеді. 3 жылдан бері алтын жолбарыс халықаралық жарысында алдын ала жан салмауда. Биыл ардагер спортшы 345 келі салмақ көтеріп, тағы да ерекше көзге түсті. Биыл да Айжан ақсақалдың жетістіктеріне естіп қуанып жатырмыз. Биыл өзімізде былтырғы сияқты қолымыздан келген көмегімізді көрсетіп, шығарып салдық, қарсы алдық. Бүкіл табыстарын көріп, қуанып бәріміз ақсақалдар Теміртау қаласының. Сол 30 күні өзім шыдамай звондап, біліп, сондай жетістіктерді естіп, жүрегім жарылғанша қуандым. Бұл деген әге айтқандай ақсақалдың осы қарттар күні, Теміртау қаласының күні берген сондай сыйлығы, сондай табыстарға жетіп жатқандай. 70-тік еңсерген қарияның әлі күнге ауыр зіл темірді көтеріп, спортпен шұғылданып келе жатқаны жастарымызға үлкен үлгі. Қарияның тағылымды ісі салауатты өмір салтын сақтауын бүгінгі жастарымызға үлгі болса дейміз. Ортамызда осы ақсақалдар жүргенде соның табыстарына бірге қуанып, жастарға үлгі. Сол ретінде жалғыз бізген ақсақалдар емес, бүкіл қаланың атқамінер адамдары, сол бүкіл бәрі соны сыйлап білсе екен деп ойлайтынымыз. Ертең бәрімізді бұл дүниеден кететін адамдарымыз ғой, артынан сонда ой сондай болды дегеннің, оның керек кімге керек? Қазір өзі осындай ақсақалдардың көзі тірісінде жасаған құрметтерін жасап, солай болса екен деп ойлаймыз. Сонда құрметтерін жасап атса, сонда арттағы балалар көреді ғой, ой, бізде сондай картайық, бізде сондай боламыз деп, ой, мынау 70-тен асқан кезде андай шойын темірлерді көтеріп жүргенде, біз неге анау арақ ішіп, біз неге темек тартамыз, бізде сондай болайық деп талпынады ғой деп ойлаймыз өзіміз. Әрине ұлғайған жасына қарамастан спорт залынан кетпей, қаламызда әлем жұртшылығын танытып келе жатқан ардагер спортшымызды мақтан тұтып, ақсақалға қолдау жасауды қаламыздың атқамінерлері мен азаматтары естен шығармаса дейміз. Ал ардагер спортшы талапты жастарды тәрбиелеп, оларға өзінің тәжірибесін үйретуге даяр екендігін айтады. Богатырлерден ондай батырлар болмайды, туа-тумайды, айтып жатады. Сәбиден қандай батыр бол? Ол өзін-өзі ер жеткеннен кейін шынықтыра келе, күлдісін неде қазақтың ойындары көп қой. Не дейміз, аудармасын дейміз, көкпар дейміз, ат үйрету дейміз, соның бәрі шынығып барып батыр болады ол. Найза шайыншу дейді, қылыш тасу дейміз, соның бәрін шыныға барып батыр болады. Содан кейін айқаста түсу. Мысалы, аударыспақта ойны. Сонда оның жекпе-жекке келген уақытта адамның тайқап шыға келетін батырлық жүрекке келмейтін себебі. Міне сол жерде табылады. Соны шығару үшін қазір сондай мен балалар алайын деп тұрмын. Соған ұмтылған бала болатын болсын, соған зер салған бала болатын болсын. Өйткені мен мұны айтып тұрғаным, мен қазір өзімнің білгенімді соған құям деген ойым бар.
Осылайша ізбасар жастарды спортқа шақырған ардагер Алла қуат берсе әлдер жарыстарға қатысуға ниетті екендігін де білдірді. Алла жас берсе 80-де бір көремін енді. 80-де. Оға дейін кім біледі, Алла біледі. Мынау айтады ғой, Кенен Әзірбаев айтқандайын, бір күнде анау дейміз, бұл күнде біз анау дейміз, мынау дейміз. Жын соғып бас ауырса Құдай дейміз, Тәңірге әкелетін, әкететін, Тәңірдің бұл жалғанғы біз не дейміз деген дейін, Тәңірдің өз өлшеп берілген уақыты бар. Солған келген. Оған енді Алла өмір берсе көрем деген ойым бар.